Баршаға сәлем, сіздермен пайдалы бұл каналы. Бүгін сіздермен Word документін PDF форматына немесе PDF-тен Word документіне өткізуді үйренетін боламыз. Ол үшін загрузки бөлімінде өзімізге қажетті документті тауып аламыз. Сосын оның атын біліп алуымыз керек алдымен. Мен мысал ретінде загрузки бөліміндегі бір кітапты алдым, 61 беттен тұратын Ричард Ванга деген. Енді міне көріп алайық, Библия трейдеров деген кітап. Бұл Word форматында, енді осыны PDF-ке айналдыратын боламыз. Дәл осылай керісінше PDF-тен Word-қа аударатын болсаңыздар да, дәл осылай керісінше істей бересіздер. Енді біздегі аударатын программа ол I love PDF деп аталады. I love PDF-ке кіреміз. Сосын ішінде міне конвертация әртүрлі форматта, қаласаңыз PDF-тен Word-қа, PowerPoint-тан PDF-ке, Excel-ден PDF-ке әртүрлі форматы бар. Өзіңіз таңдай бересіз. Бұның барлығы бесплатно, ешқандай ақша төлеудің қажеті жоқ. Енді бізге керекті астында документті тауып аламыз. Міне біздегі Word форматы. Енді осыны PDF-ке айналдыратын боламыз. Оған көп уақыт та кетпейді. Енді кітаптың немесе документтің көлеміне қарай 61 бетке шамада маған 1-2 минут қана кетті десем де болады. Ал кішкене күтейік. Міне уже дайын болды. Міне скачать PDF-ті басамыз және өзімізге жүктеп аламыз. Қазір бізде PDF форматында уже дайын документ ашылатын болады. Күтейік кішкене. Загрузка болып жатыр. Міне жаңағы біздегі кітаптың бұл енді PDF форматындағы. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып өтіңіздер және достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған пайдалы бол каналда сау болыңыздар.